қандай ақыл айтасыңдар балаларға, ақылдарын айтыңдар. Осындай 11 классқа жеткенде осындай жетістікке жетіп жатсыңдар. Әрбір адамның өзінің бір кішкентай жетістікке жеткені, ол да бір ұлы жеңістің өзі кішкентай жеңістерден тұрады екен. Ал сендердің қазіргі бір кішкентай жеңістерің мектепті жақсы бітіріп жатқандар. Ал бұларға қандай ақыл айтатын едіңдер? Енді қандай сұрақтарың бар? Кім қандай сұрақ қойды? Аруман? Келесі ұрпаққа қандай кеңес берер едіңіз? 5-ші класстарға қандай әділет айтып отыр? Келесі ұрпаққа, яғни біріншіден өздерің жан-жақты ізденіңдер. Яғни білім ең басты қасиет, ең бастысы білім деп айта аламын. Яғни білімді болсаңдар, сендер өздеріңді кез келген жерден таба аласыңдар. Және жан-жақты болыңдар, яғни тек қана оқу деп жүрмей, басқа да мысалы спортпен айналыссаңдар болады, сонымен қатар басқа да үйірмелер, басқа да яғни әлеуметтік ортаға кіретін түрлі іс-шараларға қатысыңдар. Өздерін таба білулерің ең басты қасиет деп айта аламын. Біз жақсы оқу үшін сіздер қандай кеңес берер едіңіздер? Абай? Менің ойымша, адам өзінің бір жетістікке жету үшін және бір сабақтан ескерушілік үшін жақсы оқу үшін ол ең бастысы ол әрине уақыт, яғни өзінің уақытыңды тиімді пайдаланып білу керек. Яғни қазір 5-ші сынып бұл әлі бала кездер, яғни бұл кезде сенің уақытың былай айтқанда өте көп болады. Яғни сен оқуға барасың, сабаққа барасың, яғни одан кейін сен күні бойы бос боласың да, сол алтын уақытты босқа кетірмей, тек қана ойын күлкімен ғана өткізбей, тіпті осы уақытқа бір сағат, 2 сағат анасаң да білімге, ол болашақта сенің үлкен жетістіктерге жетуіңе алып келеді. Қоса кетсем, яғни өзіміз жақсы оқығаннан кейін сендерге жақсы оқуға кеңес. Сендер сабақты оқыған кезде сабақты яғни жаттап, тек қана түсінбей жаттап емес, яғни сабақты түсініп оқуларың керек. Яғни әр нәрсені түсініп жазуларың керек. Мысалы, даже тіпті көшірсеңдер де, ана көшіріп жатқан затты түсінетіндей дәрежеге жету керек. Егер 5-ке шығатын болсаңдар, 5-ке оқитын болсаңдар, сондай дәрежеге. Менің ойымша, балалар олар үлкендерден яғни үлгі алады. Ал сіз кішкентай кездеріңізде кімнен үлгі алдыңыз? Мен ба? Мен негізінен кішкентай кезімнен бір үлгі алып өскен адаммын. Менің әкем, ағаларым шығар. Яғни сен қандай болсаң, сенің ортаң тура сондай болады. Сен жан-жағыңдағы қоршаған адамдардың қандай болса, сен тура сондай боласың. Яғни үлгі алатын сен біреуден емес, сен біреулерге үлгі болатындай адам болу керексің. Қандай жетістіктеріңіз бар, солар туралы айтып кетіңіздер балаларға. Шәкәрім, өзіңіздің қандай жетістіктеріңіз бар осы 11-ші классқа дейін? Жетістік? Негізі бұрыннан әртүрлі қандай үйірме болсын, қандай пән болсын, мен кез келген жарыстарға бара беретінмін. Мысалға, енді атап өтетін болсақ, қазіргі уақытта қазақ әдебиеті пәнінен Тұлпар оқыған, Абай оқулар, Мұқағали оқулар, сол сияқты көп оқулар немесе басқа пәндердің де қатысқан көптеген жетістіктерім бар. Бірінші Алла және екінші ол ата-ананың арқасы және осы арқамыздан жебеп жүретін ұстаздардың арқасы деп ойлаймын. Болашаққа қандай жоспарларыңыз бар және де осы жоспарды орындау үшін қалай ниеттеңіз? Негізінде техникіне түсуге жоспарларым бар және де қазіргі таңда мен соған өте қатты дайындалып жатырмын. Және де ары қарай мен осы өзімнің білімімді толықтырып, ағылшын пәнінен жетік мұғалім ретінде өзімді көремін болашақта. Және де сондай-ақ мен кішкентай балалармен жұмыс істеп, олардың да деңгейін көтеруді қалаймын. Олимпиададан, республикадан орын алып отырған аяғымыз. Олимпиада жеңімпаз болу үшін қандай еңбектену керек? Менің ойымша ең негізгі қалай айтса екен? Ең негізгі фактор ол тоқтамай әрқашан бір затты қайталап істей беру. Мысалы, тіпті күнделікті біздің істейтін заттарымызға да біз ойланбай, мысалы,
таңертең тұрғанда сендер ойланбай тістеріңді жуасыңдар. Және де мысалы сендер бір күн тістеріңді жуып, оның эффектісін сразу көп байқамасаңдар да, мысалы бір жыл бойы тістеріңді жақсылап жусаңдар, онда сендер кәдімгідей жақсы здоровый человек боласыңдар. Сондай-ақ қазіргі таңда көп адамдар бір рет өздерінің бақтарын сынап көреді, және де егер де олар содан құлап кететін болса, онда олар бірден мынау менікі емес, мен тоқтатамын, басқа жаққа қарай жүремін деп ойлайды. Бірақ алайда бұл дұрыс емес деп санаймын, өйткені адамдар әрқашан тырысу қажет. Гаухар. Мен негізі Аялдың айтқан сөзіне толықтай қосыламын. Ең бастысы қателесуден қорықпау керек. Себебі өмір деген ол сол, алдыңда үлкен белестер де болады, немесе түрлі ойпаттар да болады. Сен құлайсың, бірақ сен ең бастысы ол алға тұрып, қайтадан тұрып, алға жүру. Яғни қателесуден қорықпау керек. Бір нәрсе шықпай қалса, оны қайта істей беру керек. Және де ең бастысы өзінің ісіңе деген махаббат болу керек. Яғни егер сендер пәндерді жақсы көрмесеңдер, одан жетік білім ала алмайсыңдар. Ол мысалға физика не үшін керек, математика не үшін керек деп сұрақты өздеріңіз іздеуің керексіңдер. Өздеріңіз соны тырысуың керек, талпыну керек деп ойлаймын. Сіз қандай университетке түскіңіз келеді? Мектепте отырып грантты ұтып алуға бола ма? Сол үшін не істеу керек? Қалай ойлайсыз? Мен грантты қазіргі таңда Тураннан ұтып алғам, яғни бір жылға мектепте оқып жүріп. Ол 2090-да болды. Ол ғылыми жобадан қалалық кезеңде 2-ші орын алған үшін берді. Алайда қазіргі таңда әрбір универ, әрбір жоғары оқу орны өздерінің олимпиадаларын, өздерінің яғни конкурстарын ойнатады. Ол бірақ шамамен наурыз айы басталғанда басталады. Сол наурыз айынан бастап сіздер өз уақыты келеді, негізі сол кезде түсінесіздер сіздер. Яғни өздері өз әлеуметтік желілеріне салып отырады, мынандай конкурстар, олимпиадалар болады деп, соған тіркеліп, содан өтіп, содан гранттар ұтып алуға болады. Сонымен қатар менің өзім қалайтын универларым, яғни мен өзім Назарбаев университетіне тапсырдым. Сонымен қатар қазіргі таңда Нархоз университетіне бас көріп отырмын. Себебі Назарбаев университетіне түсу мүмкіндігім өте аз. Сондықтан мен Нархозға түсемін деген ойдамын. Сіз қандай университетті таңдайсыз? Не себепті? Карина. Негізі бірнеше университет таңдаған болатын. Оның ішінде ең бірінші орында тұрған ИНИАС. Себебі ИНИАСты таңдау себебім, мен ағылшын пәнінен мұғалім болғым келеді. Сол универде ағылшын пәнін тереңірек оқытады, сол себепті ИНИАС университетін таңдап отырған жайым бар. Оқушыларға жақсы білім беру үшін. Біз қызыл диплом алу үшін сіздер бізге қандай кеңес бересіздер? Қызыл аттестат. Саяжан. Өз басым, мен қызылға үміткер ретінде, алтын белгіге үміткер ретінде бірінші сыныптан бастап, осы 11 сыныпқа дейін талмай, шаршамай оқу, қандай да қиындықтар болмасын, тіпті төрт алқасан да, үш алқасан да, қандай бағаға қарамастан, сен алға қарай жылжи бере бересің. Ол сенің біліміңнің төмен екенін көрсетпейді, оның бәрі сынақ деп айтса болады, тәжірибе. Сол тәжірибе сынақтарын өту арқылы, әртүрлі жарыстарға қатысу арқылы, әртүрлі тек қана білімді қасыңа алып жүрмеу керек, сонымен қатар басқа да мектептегі шараларға қатысу керек, әртүрлі мектептің тек қана білім жағынан емес, басқа да шаралардан озық болу керек. Сонда ғана адамда бір не пайда болады, қалай айтса болады, Құлшыныс. құлшыныс пайда болады. Тек қана білімге емес, сонымен қатар басқа да заттарға жан-жақты жоғары білу арқылы белестерге жетуге болады. Жаңа Гаухар айтып кеткендей, ең бастысы қателесуден қорықпау. Себебі қазіргі таңда сендер әлі кішкентай балаларсыңдар, және қазіргі таңда сендер осы бүкіл мұғалімдердің кеңестерін, олардың сабақты түсінуін барлығын жақсы түсініп алу қажет. Өйткені егер де сендерге тіпті күнделікті өмірде бір сабақ, бір пән сендерге түсініксіз болатын болса, және де сендер қызыл аттестатқа барғыларың келсе, онда әрқашан мұғалімнен көмек сұрауға қорықпаңдар. Өйткені көмек сұрау ол
кейбір балалар үшін ол әлсіздіктің белгісі деп ойлаймын, бірақ ол негізі қате түсінік. Әрқашан көмек сұрауға қорқау қажет. Керісінше мұғалімнен көмек сұрағанда мұғалім қайта жаңа құлшыныспен сендерге көмектесуге тырысады. Ол сол всегда солай болады. Оқимын деген бала үшін мұғалім қуанады, әрбір мұғалім. Өте жақсы керемет. Жансая. Қандай олимпиадаға немесе ғылыми жобаларға қатыстыңыздар? Айтып жіберсеңіздер. Қандай? Мен өзім 7-ші ма 8-ші сыныптан бастап географиядан олимпиадаға қатысқан болатын. Тіпті бір рет 9-ші сыныпта республикалық деңгейге дейін өттім, алайда республикадан орын ала алмай келдім. Бірақ әр жыл сайын мектебімізге қаланың атынан жеңісті орындарды алып келдім, яғни 3-ші, 2-ші орындарды алып келдім. Осыған дейін 5 жылдық осы жетістігімнен мен түсінгенім, яғни география пәнін жақсы түсінетіндіктен, яғни география, математика пәнін таңдап, қазіргі таңда жоғары балл ала алдым. Көбісі менен сұрайды, яғни сен географияға қалай дайындаласың, сен бір жерге барып дайындаласың ба деп сұрайды. Мен айтамын, жоқ, мен 7-ші сыныптан бастап олимпиадаға қатыстым, содан географияны жақсы түсініп келе жатырмын. Ал ғылыми жоба негізі ол сенің бір пәннен ғана біліміңді емес, ол яғни бір салада, яғни сендер болашақта қай мамандық боласыңдар, маман иесі боласыңдар, қай салада жұмыс істегілерің келеді, сол сала бойынша сен өздерінің қызығушылықтарын көре аласыңдар. Яғни ол жерде секция бойынша бөлінеді, сол секцияға байланысты сендер өздерінің проблемаға шешім ретінде өздерінің ұсыныстарыңды білдіре білесіңдер. Осы арқылы сендер бір салаға қызығушылықтарын көрсете аласыңдар. Рахмет. Аяулым. Мен әділет сияқты 8-ші, 9-ші класстан бері, сыныптан бері ағылшын пәнінен жыл сайын олимпиадаларға қатысатынмын, және де сондай-ақ қалалық эсседен ағылшын тіліне байқаулар болған кезде, қателеспесем 9-ші сыныпта 2-ші орынды қалалық эссе жазудан мектепке алып келген болатын. Және де осы жылы мен осы ағылшын пәнінен қалалық этаптан 1-ші орын алып, республикалық кезеңге өтіп, сол жерден 2-ші орында ұтып алдым. Және де ол сол біздің 7-8-ші сыныптан бері біздің сүйіп оқыған пәндеріміз арқылы біз осындай деңгейге жетіп отырмыз. Сондықтан қазірден бастап сендер қызығушылықтарыңды арттырып, қандай пәндер сендерге ұнайды, қандайларға сендер жақынырақсыңдар, соны қазірден бастап тани бастау керексіңдер. Мен осылай тоже 7-ші, 8-ші сыныптарда олимпиадаға барып бастағанмын. Ең басында мен физика пәнінен барғанмын, осы 8-ші, 9-ші сыныптар кезінде. Бірақ өкінішке орай ол кездері мен қалалық және республикадан орын ала алмадым. Яғни одан кейін менде физика пәнінен алмағандықтан мен өзімнің пәнімді өзгертіп көрейін деп 10-ші сыныптан бастап химия пәнінен олимпиадаларға бастадым барып, және осыдан жетістіктерге жеттім. Яғни 11-ші сыныпта президенттік олимпиададан қалалықтан 3-ші орын алдым, және химия пәнінен қалалық олимпиададан 3-ші орын алдым. Осылай мен өзімнің бағытымды химияға өзгертіп жетістіктерге жеттім. Кез келген жарыста олимпиада болсын, алға 1-ші орынға шыққың келсе, ешқашан ерінбеу керек. Және жыл сайын ұтылып жатсаң да, мысалға 7-ші класстан, 8-ші, 5-ші класстан бастау керек та, қатысып бәріне. Егер ұтылып бастасаң, ол жерден сынбау керексің. Ары қарай көре беру керексің. Яғни опыт дейді ғой, орысша айтқанда. Опыт аласың, әр қатысқан сайын одан әрі жетілдіріп, келесі жылдар мүмкін сен биік шыңға жетіп, өзіңнің армандарыңа, орындарыңа жетесің. Шәкәрім ағаларың бір өлең, 10 өлең жаттап жатса, 1 кітап, 2 кітапты жатқа білетін, Едіге Батыр жырын жатқа білетін, Алпамыс Батыр жырын 150 беттік кітапты жатқа білетін ағаларың. Біліп алсаңдар болады. Сендер мысалы осындай олимпиада түрлі ғылыми жобаларға қатысу арқылы, сендер мысалы осы жастан бастасаңдар, сендер өздеріне тағы бір ортан қосып аласыңдар. Яғни сендер тек қана сыныппен емес, шеттегі, басқа мектептегі, басқа қалалардағы мүмкін республикалық деңгейге өтіп жатсаңдар, сол жерлердегі өздерің сияқты білімді балалармен бірге танысып, солармен бірге жаңа орта құра аласыңдар. Яғни бұл тек қана білімді шыңдау емес, жаңа ортаны да таба білу деп айтылады.
шынымды айтсам, мен ғылыми жобаны тек 11-ші сыныптан бастап жасадым. Себебі менің ойымша бұл өзінің уақыты келді маған ғылыми жоба жасауға, және мен тақырыпты өзім сүйген тақырып таңдадым. Мен география саласын таңдағандықтан география бағысы экологиялық жобаны қорғадым, содан қалалықтан 3-ші орын алдым. Тағы бір осы ғылыми жобаның бір жағымды жақтарын айта кетсем, ғылыми жобадан орын алғаным үшін мені көктемгі каникулда лагерьге жіберген дарын орталығы. Яғни осындай ғылыми жобалардың осындай да плюстар бар, және де әлет айтып кеткенге толықтай қосыламын. Мен сол 6 күндік лагерьде жаңа орта таптым. Яғни ол жердегі адамдармен таныстым, тура сен сияқты тура сондай жолды өткен адамдармен танысу арқылы сендер өздерінің амбицияларыңды да шыңдайсыңдар. Сіз мамандығыңыз кім болғанын қалайсыз, неліктен? Менің мамандығым ол ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Не себеп таңдадым? Себебі қазіргі таңда мен өз басым оқушылардың, кішкентай балалардың көзқарастары жаңағыдай тек қана бір тілді ғана шектелмей, сонымен қатар басқа тілдерді білгенін қалаймын. Және сол тілдерді білу арқылы, олар өз білімдерін шыңдай арқылы кейін болашақта жақсы мамандық иесі атанып, кейін осы Қазақстанға өзінің үлесін қосатын азамат немесе азаматша болған қалаймын. Сол себептен. Сізге осы жылы кім ең жақын болып келді? Ең жақын адамыңыз кім болды осы жылы? Кімге? Карина. Әрқайсымыз айтып ойланып отырайық шынымен. Мен айтып кетсем онда, маған осы жолы ең жақын болған мен сыныптастарым болды. Шынымен де өйткені күнде көрсеміз, күнде кешке дейін отырып дайындаламыз, сабақ оқимыз. Яғни осы жылы әрине бірінші орында менің отбасым, яғни отбасыммен жақынмын. Олар әрдайым мені қолдап отырады, қандай жетістікке жетсем де мен үшін қуанып, әрдайым өз тілектерін білдіріп, өздері қолпаштап қолдап отырады. Ең бірінші орын, яғни отбасым, сосын сыныптастарым деп айтамын. Сыныптастарым бұл жерде біз бір достар емес, бір отбасы деп болып кеткен сияқты деп айта аламын. Яғни қаншама біз сынып болсын, басқа достарымыз болсын, бір-бірімізбен ұрыссақ та, біз ақыр соңында бәріміз бірге бір отбасыда отырмыз. Олимпиадаға қатысып орындар алу үшін не істедіңіз, және де сіз ол олимпиадаға біраз дайындалдыңыз ба? Қайсымыз айтамыз? Негізі олимпиадаға дайындалғанда мен 7-ші класста, яғни география қызығушылығым менде 5-ші класстан басталған болатын. Мен энциклопедияны ашып көргем, картаны көрдім. Сол карталарды көру арқылы елдерді қарадым, олардың астаналарын қарадым. Мен содан бастап елдерге қызыға бастадым. Яғни шетелде не бар, тілдерге қызыға бастадым, қандай тілдер бар. Солардың бәрін қарап, астаналарды жаттап алдым 5-6 сыныпта. Содан бастап мен география қызығушылығымды мұғалімдерін көріп қалдым. Содан олимпиадаға жазды. Олимпиадаға жазғанда мен не білем, соны жаздым. Ары қарай мен дайындай бастадым. Мен бастапқы 2 жыл дейік, 2-3 жыл бойы мен қаладан бірінші орын алғаннан кейін, мысалы 9 сыныпта мен ойладым, міне мен географияны білемін, менен басқа ешкім жақсы білмейді деп ойладым география. Сөйтіп барып көрдім, барып көрсем, менен де мықты балалар бар екен. Сөйтіп мен 1-ші орын емес, 3-ші орын ба, 2-ші орын алып келдім. Содан республикалық аттестаттауға қалдым. Содан айтқым келетіні, яғни сендер қанша дегенмен, қанша біліп тұрсаңдар да, қанша тәжірибеден өтсеңдер де өздерін жоғары санамаңдар. Яғни басқа да сендерден де күшті балалар бар. Соны ойлап, яғни қарсыласыңды сынай білу керек. Сол арқылы сендер, яғни дайындықты күшейте аласыңдар. Сіз өзіңіздің болашақ мамандығыңыз туралы кішкене ақпарат. Абай. Менің болашақ таңдап жатқан мамандығым ол дәрігер. Яғни дәрігер дегеніміз бұл адам өмірін ажалдан сақтап қалатын жандар. Яғни бұл мамандық таңдағанымыз тек қана жақсы табыс емес, бұл бүкіл қоғамға деген пайданы тигізе аласың. Яғни адам өмірін сақтап қалу деген бұл мен үшін өте бір күшті және мықты зат болып келетін, және сол себепті мен осы мамандықты таңдадым. Қоса кететін мамандық таңдауды сендер 9-ші класстан бастайсыңдар. Негізі мамандық таңдағанда өздерін жақсы білетін пәнді емес, өздеріне ұнайтын саланы таңдаған дұрыс.
Мәселен, мен география, математика мамандық пәнін таңдап, болашақта учет, аудит, налогообложение дейді ғой, соған түскім келіп отыр. Бірақ негізінен мен географияны точкасы аса қатты жақсы көрмейтін, және де аса қатты білмейтін де, бірақ маған осы сала ұнағандықтан, экономикасы саласын ұнағандықтан мен осы пән таңдадым. Және де осы жерде айтып кететін, мен қазір географияны сүйіп оқимын. Өйткені географияны оқи бастағанда мен оны махаббатым ашылып оқыдым да, содан мен оған жақсы жетістіктерге жеттім. Галқарға қосып айтып кетсем, яғни бұл жерде сендер сала таңдағанда кейбіреуінде болуы мүмкін, яғни көпшілігінде бір ұнайтын саланы таппай қалулары мүмкін, или ұнайтын пәнді таппай қалулары. Ондай болады. Ондай әрқайсында болады, бірақ ол кезде өздерін жоғалтып алмаңдар. Бұл жерде сендер жай қайсысына қабілеттерің бар, қайсысына қызығасыңдар, соны таңдай беріңдер. Яғни өз мамандығын таңдау кезінде келесі уақытта, яғни қазір заман талабына сай сен мамандығын өзгерте аласың. Қай жаста болмасын, сен мамандығын өзгерте аласың, сондықтан қателесуден қорықпаңдар. Кез келген мамандыққа бара берсеңдер болады, артынша өздерін өзгерте аласыңдар. Егер өздерінің талпыныстарың болса, міндетті түрде өзгерте аласың. Тәуекел, жақпаймыз. Қандай кітап оқыдыңыздар, сол кітаптың арқасында қандай жетістікке жеттіңдер? Қандай кітап оқыдыңыздар? Кітаптарыңыз айтыңыздар. Кітап оқығанда да негізінен таңдап оқу керек. Сенің ойлау қабілетің жете алатын, сен де оқи алатын кітаптардан бастап оқу керек. Ары қарай көтеріле бересің. Кітап оқыған кезде оған ден қойып, көңіліңді бөліп оқитын болсаң, ол да сенің бір сүйікті хоббиіңе айналуы мүмкін. Яғни кітап оқыған адамның сөйлеу қабілетіне, оның тіпті мінезіне де әсер етуі мүмкін. Сол үшін кітапты оқыған, оны таңдап дұрыстап оқыған өте жақсы. Қайтаңда кітап туралы адамдар, кейбір адамдармен сөйлесең, кітапты олар жек көреді, себебі кітап оқығаннан кейін олар ұйқысы келе бастайды деп шағым айтады. Бірақ шын мәнінде олар өзіне лайықты кітап таппаған, өзіне лайықты жанр таппаған. Мәселен, мен де бұрында кітапты жек көретін, бірақ қазір мен кітапты сүйіп оқимын, өйткені өзіме лайықты жанрды мен тауып алдым деп айта аламын. Ол фантастика, мен фантастиканы өте қатты жақсы көремін, және де кез келген фантастикалық кітапты мен оқып бір күнде оқимын. Сіз болашақта өзіңізді кім болып көресіз? Университет бітіріп, ары қарай кім болдым деп ойлайсыз дейді. Солай елестетесіз. Жақсы маман боламыз деген үміттеміз бәріміз. Және де ең басты ол өз жолын таңдаған бақытты адамдар боламыз деп ойлаймын. Сіздер осы 11-ші сыныпты бітіріп жатқанын байқап отырып, мен сендерге айтатыным, ол әрқашанда өздерінің жақсы көретін, тек қана өздерін жақсы көретін мамандықтарында таңдап, болашақта өз мамандықтарының жақсы иесі болыңдар деп айтқым. Аружан. Мен сіздерге болашақта тек қана алға баруды, және де бақытты, және де өздеріңізге ұнайтын пәндегі мамандықты таңдауға, соның иесі болуға тілектеспін. Аруна. Сіздерге менің тілейтінім ең бірінші бақытты болыңыздар. Содан кейін өз сүйікті мамандықтарыңызды таңдап, дұрыс бағытты таңдап, бақытты және мамандықтарыңызды осы 12-ші гимназия осы гимназияның 2023 түлектері ретінде сіздер осы 12-ші гимназияны мақтан ететін оқушыларыңыз. Мен сіздерге айтарым, осы мектепті мақтан тұтыңыздар. Мен осы жерде оқыдым, бұл жақсы мектеп деп. Дұрыс бағытты таңдаңыз, ең бастысы бақытты болыңыз. Мысалы, мамандықты таңдасаңдар, сізге ұнайтын мамандықтан сіз бақыт арманыңа жетелейтін. Алыңыз. Тағы басқа мен сіздерге айтарым, ол жақсы мамандықты таңдап, жақсы университетке түсіңіз.
Ең алдымен сіздер бақытты болыңыздар және дұрыс мамандықты таңдап алға жүріңіздер. Өте жақсы. 11 сыныптағы мектептің үздік оқушыларымен, алтын белгілерге үміткер, ерекше аттестатқа үміткер аға әпкелермен кездесу сіздерге өте жақсы өтті деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет келгендеріңізге, оқушыларды сыйлап сіздерге болашақта толағай табыс тілейміз. Аңсаған армандарыңызға жетіңіздер. Көп рахмет. Оққаннан кейін қазақ тілін сыйлаңдар, ана тілдерін сүйіңдер. Себебі бізден кейінгі түлектер ол сендерсіңдер, яғни мектепті алға сүйрейтін сендерсіңдер. Сол себептен ең бірінші өз қазақ тілін, ана тілін сыйлай біліңдер. Ешқашан да тілдеріңді ұмытпаңдар өздерінің, себебі кезінде ата-бабамыз осы біз үшін жандарын берген болатын, біздің тіліміз асқақтасын деп, сондықтан да қазақ тілін сыйлаңдар, қазақша сөйлеңдер.